Бізге ақша әрдайым жетеді. Жетпейтіні өз арманы үшін өлуге дайын адамдар. Адамдарға сенің құрғақ сөзің емес, жасаған іс-әрекетің маңызды. 30 жасқа дейін кішігірім компанияда жұмыс істеп, кәсіби мамандардан тәжірибе жинап, армандауды үйреніңіз. Егер 35 жасыңызда сіз әлі де кедей болсаңыз, онда сіз бұған лайықтысыз. Бәсекелестер туралы ойламаңыз, тұтынушылардың қамын басты назарға алыңыз. Егер бәсекелесіңіз сізден күшті болса, қорықпаңыз, осал болса да, оған теңдей қарауыңыз керек. Айналаңыздың барлығына дұшпандай қарасаңыз, олар шынында да сіздің жауыңызға айналып шыға келеді. Ешқашан берілмеңіз, бүгін қиын, ертең одан да қиынырақ, ал арғы күні бұлт артынан күн шығады. Ақымақтар ғана сөйлеу үшін аузын пайдаланады, ақылдылар басымен сөйлейді, данышпандар жүрек сөзін ғана айтады. Адамдар мына 4 себептен жеңіліске ұшырайды. Бірінші, жақын болашағын ғана ойлайды, мүмкіндіктерді көрмейді. Екінші, мүмкіндіктерді лайықты бағаламайды. Үшінші, мүмкіндіктерді түсінбейді. Төртінші, тез арада қимылдай алмайды. Сізде болуы керек ең маңызды нәрсе шыдамдылық. Егер сіз ешқашан тырыспаған болсаңыз, мүмкіндік бар жоғын қайдан білесіз? Егер жерде 9 қоян болса, біреуін ұстағыңыз келсе, тек біреуіне назар аударыңыз. Ең жақсы адамды емес, жөні түзу адамды іздеңіз. Қай жерде еңбек бар, сол жерде мүмкіндік бар. Бүгінде ақша табу өте оңай, бірақ қоғам алдында жауапты бола отырып және әлемді жақсарта отырып, тұрақты ақша табу өте қиын. Менің сүйікті фильмім Форест Гамп. Ол ешкім кит аулаудан ақша таппайды. Адамдар ашаяндарда аулап ақша табады дейді. Сондықтан біз шағын бизнеске қызмет көрсетеміз. Егер сіз бас тартпасаңыз, сізде әлі де мүмкіндік бар. Бас тарту ең үлкен сәтсіздік. Нағыз кәсіп иесінің жауы болмайды. Осыны түсінген сәттен бастап сізді ешкім де тоқтата алмайды.